Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік тірегім Қазақстан жүрегім деп аталады. Уақытпен жылжып тәуелсіздік мерекесі де келіп қалды. Тәуелсіздік күннің орны ерекше. Бұл еліміз үшін теңдесі жоқ тарихи күн. Ұлыстың ұлы күні. Азаттық ата-бабаларымыздың көптен көксеген асыл арман еді. Сол асқақ арманға қол жетті. Кешегі қазақ жастарының өршіл мінезін танытқан желтоқсан көтерілісі де жаңа тарихымызға елеулі із қалдырды. Биылғы жылы тәуелсіздігіміздің 29 жылдығын атап өткелі отырған қазақ елі бұл күндері төрткүл дүниеге танымал. Мемлекетіміз ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлар, іргелі бағдарламалар қабылдап, солардың бәрін сәтті жүзеге асырып келеді. Алдағы мақсат тәуелсіздігімізді тұғырлы, мемлекетімізді ғұмырлы ету. Осы жолда абыройлы белестен көріне берейік. Мерекеміз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не қып тұрсыздар? Мына кереметті қараңыздар. Не болды Алтай? Тыныштық па әйтеуір? Танисыздар ма? Кім таниды бұл? Бұл білеген. Кім болса да маңдай жазық, жүзі нұрлы жан екен. Кім бұл? Бұл тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Ой, шырағым, Құдайдың бергенін қара. Не дейді? Бүгіннен бастап Қазақстанның өз патшасы бар. Ол енді тәуелсіз ел болды, ата. Алла, Құдайым. Шырағым ай. Қазақстан Республикасы Апа, Қазақстан Кеңестер одағының құрсауынан босанып, дербес мемлекеттігін жариялады. Оның заңды сайланған президенті Нұрсұлтан Назарбаев ертеңнен бастап егемен елді басқаратын болады. 1990... Мен бүкіл елден сүйістірайын. Алтай, сүйіншіні бірге сұрайық, тоқта. Балам, ана жаққа қараш. Ол жақта сенің туған елің бар. Отаның бар. Енді ол тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Оның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Bugün şehrimizde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Ancak en fazla güneşli hava görülür. Бүгін Кеңестер одағының құрамында болған бауырлас қазақ ұлты жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Еуразияның кіндігіндегі ұлы даланың ұландары тәуелсіз Қазақстан деген мемлекеттің туын тікті. Түркия Республикасы Балам, бар атаңа сүйіншілі қуанышты хабарды жеткіз. Alakay ata, alakay. Sinçö. Қазақстан тәуелсіздігін алды, ел болды ата. Ата, ne oldu? Hey, dede Allah'a şükür ediyor. Тәуба, тірілді шын дауысың, тәуелсіздік, не деген тұлғалысың, 20 ғасырды жақсы көрем, азаттықтың ақтаңы туған үшін. Жақсы көрем, тұлғаға тізгін беріп, тілектес ел шын дұға қылған үшін.
ши шығармай нұрағам ширек қасыр, тарпаңдарға таптатпай жүр намысын, ел басына естияр ел риза, ең әуелі соғыссыз жылдар үшін, алаңсыз ақ төсекке басын қойып, уайымсыз ұйқыдан тұрған үшін.